Қазақстанда ақындық өнер және музыка мәдениеті. Құрметті балалар, бүгінгі сабақ барысында 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ұлттық музыкалық өнеріне зор үлес қосқан аса көрнекті күйшілер мен әншілер және жазба әдебиетінің негізін қалаушы ұлы ақын Абай туралы өтеміз. Ең алдымен қазақтың музыка өнеріне тоқталамыз. Қазақ халқының тұрмыс салтындағы 20-ға жуық музыкалық аспаптар, оның ішінде шертер, жетіген, сазсырнай, тағы да басқалар болды. Тойлар, шілдеханалар, алтыбақан, тағы да басқа салт дәстүрлердің барлығы өлеңмен жеткізілді. Ұлттық музыкалық өнердің дамуына әсер етіп, терең із қалдырған Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы, Жаяумұса Байжанұлы, Біржансал Қожағұлұлы, тағы басқалар болды. Сонымен, балалар, осы күйшілердің әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Құрманғазы Сағырбайұлы, 1818-1889 жылдар. Аса көрнекті күйші. Сазгер, аспапты музыканың, күйдің классигі. Бөкей ордасының Жиделі деген жерінде дүниеге келген. Ел аузындағы аңыздарға қарағанда, Құрманғазының алғашқы күйлерінің бірі кішкентай шаруалар көтерілісінің жетекшісі Исатай Тайманұлына арналған. Оның түрмеден қашқан, кісен ашқан, ертең кетем, бозғашыр, пәбескі, терезеден, есіктен, бос шолақ, бұқтым-бұқтым, не кричи, не шуми, арба соққан, аман бол шешем, аман бол сияқты күйлері замана басқа салған зобалаңның бір-бір бекеті сияқты. Дәулеткерей Шығайұлы, 1814-1887 жылдар. Қазақтың әйгілі күйші композиторы, төре күйлерінің негізін қалыптастырушы. Бұрынғы Бөкей ордасында, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарасты Қарамола деген жерде дүниеге келген. Дәулеткерей төре күйлерінің дәстүрін бір жолата орнықтырып, төре тартысты тұтас бір мектеп ете алған адам. Сондықтан да болар, Дәулеткерейді академик Жұбанов төре күйлерінің атасы дейді. Дәулеткерей ең алғаш Ақжелең, Қосалқа сияқты күйлерін шығарған. Жастық шағында шығарған күйлері Қыз Ақжелең, Қосалқа, Ысқырма, Желдірме, Қоңыр, Құдаша. Дәулеткерейдің 40-ға жуық күйі сақталған. Қазанғапұлы Тәттімбет, 1815-1860 жылдар. Қазақтың әйгілі күйші композиторы. Туып өскен жері Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Дастар тауының етегі. Қазанғапұлы Тәттімбеттің Саржайлау, Былқылдақ, Сылқылдақ, Бестөре, Көкейкесті, Қосбасар сияқты ондаған күйлері қазақтың музыкалық мәдениетінің асыл айғақтары болып табылады. Дүкенұлы Ықылас, 1843-1916 жылдар. Қазақтың әйгілі күйші қобызшысы. Туып өскен жері Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданы. Мұңдықұлы тауларының етегі. Оның Кертолғау, Ерден, Жалғызаяқ, Жарым патша, Жезгиік сияқты күйлерінде өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық әлеуметтік көріністері болған. Қожағұлұлы Біржан, 1834-1897 жылдар. Қазақ халқының әйгілі әнші композиторы, ақын. Туған жері солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданына қарасты Жаңажол ауылы. Ақтентек, Біржансал, Айбозым, Алтын балдақ, Айтбай, Көкек, Жоныбалды сияқты әндері қазақ ән өнеріне шырай беретін шоқтығы биік асыл туындылар. Қорамсаұлы Ақан сері. Ақжігіт, 1843-1913 жылдар. Қазақ халқының әйгілі әнші композиторы, ақын. Туып өскен жері солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы үлкен Қоскөл маңы. Алғашында ауыл молдасынан сауат ашып, сонан соң Қызылжардағы Уәли, Ахмет Уәли медресесінде оқыған. 1856-1859 жылдар. Сал серлік дәстүрді барша сән салтанатымен ұстанған. Ақан сері жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазыны жан серігі еткен.
Мұндай өмір салт оның әншілік ақындық шабытына тұғыр болып, құлагер, маңмаңгер, көкжендет, екі торат, алай көк, тер қатқан сияқты тамаша әндердің дүниеге келуіне себепші болған.